Баяғы кездерде әжеміз көп істеп беретін осы салатты қазір кезде ешкім істемейді ғой. Баяғы кездегі ұмыт болған салаттың рецептімен сіздермен бөліскім келеді. Өте дәмді салат жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бізге осындай редька керек болады. Редьканы кәдімгідей теркадан өткізіп тұз суға 2 сағатқа салып қоясыздар, сонда әшісі кететін болады. Қиярды осылай соломка етіп турап аласыздар. Бұл жерде менде піскен жылқының еті бірінші қайнатып пісіріп тұз суға, сосын жақсылап суытып, осындай соломка етіп турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып аласыздар. Салып алғаннан кейін сарымсақ, дәміне қарай кішкене тұз, қара бұрыш, майонезді салып жақсылап араластырасыздар. Сонымен дастарханға, тарелкеге салып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Дәмі керемет болып шығады қыздар. Баяғыда есіктің алдында тойлар болатын еді ғой, осындай тойларда осындай салаттар құйылатын. Енді дымын қалдырмай жеп қоятынбыз. Өте жеңіл салат, жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Парақшамда ерекше рецепттер бар, ас болсын.